Сәлем достар, бұл Тез кино. Бүгін біз жазғы уақыт деп аталатын анименің екінші бөлімін көреміз. Ұрттарыңа құртылақтырыңдар. Симпей қайтадан 22 шілдеде тап болады. Ол блокнотқа басынан өткеннің бәрін жазады. Сол уақытта Усионың көлеңкесі жағажайда оянады. Хизару паромнан түсуде. Оның жанынан Симпей жүгіріп өтеді. Ол Усионың жерлеу рәсіміне қатысады. Көп жыл бұрын ол Усио мен Мионың ата-анасының отбасылық мейрамханасына барған. Қыздардың әкесі Миомен телефон арқылы Симпей туралы сөйлеседі. Содан кейін Хизаруға Усионың мойнынан табылған қылқындыру іздері туралы айтады. Жерлеуге Шиори ата-анасымен келеді. Хизару олардың көлеңке екенін түсінді. Кейінірек орманда Хизару Гинжиро есімді шалмен сөйлесіп, Шиоридің отбасы көлеңке екенін хабарлайды. Хизару оған телефонын береді. Симпей жерлеуге келеді. Ол Шиориге егіздер туралы ескертеді. Бірақ оның ата-анасы уже көлеңке екенін байқайды. Симпей Миомен сөйлесіп, көлеңкелер оның көшірмесін жасап қойғанын түсінеді. Осы уақытта Мионың көлеңкесі әкесінің көлеңкесін жасайды. Симпей Гинжиромен кездеседі. Шал оны Хизаруға апарады. Қыз Симпейге оның үнемі бір күнге 22 шілдеге ауысатынын білетінін айтады. Хизару көлеңкелер туралы білетінін мойындайды. Гинжиро, егер өзінің көлеңке егізіңді өлтірсең, сен иммунитет аласың. Көлеңкелер сенің көшірмеңді жасай алмайды деп хабарлайды. Симпей Мионың көшірмесін өлтіргісі келеді. Өйткені бәрі содан басталды деп ойлайды. Хизару Шиори отбасы уже көлеңкеге айналып кеткенін айтады. Хизару Шиоридің анасының көлеңкесін тауып өлтіреді. Симпей мен Гинжиро шегеге арналған пистолеттерді алады. Хизару Шиоридің көлеңкесін қуып келеді. Ол Гинжироның жанынан өтіп кетуге тырысады. Сол сәтте Симпей оны ұстап алады. Олар көлеңкені жерге шегелейді. Шиоридің көлеңкесі Усионы өлтірген және ақыр заман келе жатқанын мойындайды. Хизару көлеңкені өлтіреді. Оған таң қалған Симпей қарауда. Хизару Шиоридің әкесінің әпкесі екені анықталады. Ол Симпейге көлеңкелермен дос болуға тырыспай, Мионың көлеңкесін тауып жоюға көп көңіл бөлуге кеңес береді. Олар Симпейдің асырап алған ата-анасының үйіне барады. Онда Мио өзін біртүрлі ұстайды. Бірақ Симпей бұның шын Мио екенін анықтайды. Олар кешкі ас әзірлеп жатқанда үйде Усионың көлеңкесі пайда болады. Симпей оны Миодан жасырып хат береді. Кешкі ас пісіріп болған соң Симпей 2 тәрелкені алып өз бөлмесіне барады. Содан кейін сонда Усионың көлеңкесі ешкімге білдіртпей кіреді. Симпей оған кешкі ас береді. Көлеңке Усио бүгін күн біртүрлі болған және жағажайда оянғанын айтады. Симпей оны өлтіруді ойлайды. Бірақ соңғы рет ол оған көлеңкелерге қарсы көмектескенін есіне алады. Симпей оқиғаны фестиваль кешінде алдын алғысы келеді. Усионың көлеңкесі оған көмектесуге уәде береді. Хизару мен Гинжиро үйді бақылауда. Усионың купальнигі ғайып болып, ол жалаңаш қалады. Усио өзінің көлеңке екенін білмейді. Симпей оған Мионың көлеңкесі туралы және көлеңкелер тіпті кішкентай тесіктерден өтіп кетуі мүмкін екенін ескертеді. Пышақ ұстаған көлеңке үйге кіреді. Мионың көлеңкесі бөлмеге кіріп баратқанда, Симпей Усионы жасыруға тырысады. Көлеңке Усиоға пышақ тығады. Сол сәтте Гинжиро Мионың көлеңкесінің басын атады. Хизару Усионың көлеңкесін аяқтағысы келеді. Бірақ Симпей оған жол бермейді. Оның дауысы Хизарудың телефондағы белгісіз хабарламаның даусына ұқсайды. Усио өзінің шын адам емес екенін біледі. Кейін Симпей мен Усио Соумен кездеседі. Усио Соуды Тез кино арнасына жазылмаған үшін тепкілейді. Оған шын Усио өлген жағажай көрсетіледі. Бірақ көлеңкенің есінде ештеңе жоқ. Олар Усионың телефонының кодын ашады. Онда шын Усионың өз көлеңкесімен сөйлесіп жатқанының бейне жазбасы бар. Усио өзінің көлеңкесінен көмек сұрайды. Барлығы Шиориден басталды. 17 шілдеде Шиори Усио мен Миоға кафеге келіп, оның артынан негізі аңдығанын айтты. Бірақ Усио оған сенбеді. Келесі күні жағажайда Мио мен Усио Усионың егізін көреді. Кейінірек үйде Усио өзінің егізін ваннада табады. Ол мен шын Усиомын дейді. Олар Усионың көлеңкесін табуға келіседі. Қараусыз қалған емхананың жанында көлеңке оларға шабуыл жасайды. Усионың егізі басқа бір көлеңкені өлтіреді. Симпейге оралайық. Усионың көлеңкесі оған және Соуға 21 шілдедегі өзінің естеліктерін көруді ұсынады. Жағажайда Шиоридің отбасы демалып жатыр. Судың астынан қызға Шиоридің көлеңкесі шабуылдайды. Усио көлеңкесімен бірге судың ішіне сүңгиді. Шиоридің көлеңкесі шын Усионы қылқындырып өлтіреді. Усионың көлеңкесі Шиориді құтқаруға тырысады. Бірақ еріп ғайып болып кетеді. Осы кезде суға Мио мен Соу секіреді.
Усионың көлеңкесі Симпей мен Солға көлеңкелерді жоюға көмектесуге уәде береді. Кенет Шиоридің көлеңкесі Симпейдің қолынан ұстап, ол барлық көлеңкелердің анасы Хайнеге айналады. Құрлықта Симпей қолындағы көлеңке ізін байқайды. Ол фестиваль кезінде Хайнені көрген есіне алады. Жаңбыр жауа бастайды. Сонымен Симпей қараусыз қалған емхананы зерттеу керек екенін талқылайды. Осы кезде Мио мен Токико жаңбырдан су болып қалмайын деп автобус аялдамасында. Оларға бейтаныс мужик кеп Шиоридің отбасы туралы сұрайды. Симпей мен Со қараусыз қалған емхананы зерттеп, ішінен көлеңкелер анасының ағаш мүсіні бар алтарь табады. Симпей соткасынан Гуглдан Хайне жайында ақпарат іздейді. Усио кілтті көшіріп алуға көмектесіп, олар құпия есікті ашады. Топ туннельге түседі. Усио көлеңкелердің барын сезеді. Туннельде оларға кішкентай көлеңке шабуыл жасайды. Со оны бейсбольный битамен шашады. Симпей көлеңкеге бағанағы шеге ататын пистолетпен атады. Ал Усио көлеңкені өлтіреді. Усио жарақат алғанымен ол өзіне жаңа қол жасап алады. Симпей, Со және Усио туннельге тереңірек жүруді жалғастыруда. Оларға тағы көлеңкелер шабуыл жасайды. Симпей мен Сол оларды өлтіреді. Сол мезетте Хизару мен Гинжироны іздеу оларды канализацияға келеді. Симпей кішкентай көлеңкелердің тек Усиоға шабуыл жасап жатқанын байқайды. Сол баллончик пен зажигалка пайдаланады. Осы кезде Хизару мен Гинжиро да туннельге қашуда. Көшеде Мио Шиоридің шашқа тағатын резинкасын табады. Сосын оның көлеңкесі Мионы шақырады. Ол Тетсуоны бірге төмен түсуге көндіреді. Симпей, Со және Усио тоқтайды. Усионың қолы жоғала бастайды. Оларға Токико екі үлкен көлеңкемен жақындайды. Хизару мен Гинжиро тупикқа тірелді. Олар көлеңкелер Қытай-Жапон соғысы кезінде салынған жерасты туннельдері арқылы өтеді деп тұжырымдайды. Мио мен Тетсуо Шиоридің көлеңкесіне ілеседі. Оларды Хизару мен Гинжиро байқайды. Симпей көлеңкелерге атады. Токиконың көлеңке емес екені анықталады. Көлеңкелер Усионы алып кетеді. Со мұның бәрі неліктен болып жатқанын түсінуге тырысады. Хизару мен Гинжиро өсімдіктері бар үңгірді табады. Онда Шиоридің көлеңкесі мен дәу құбыжық көлеңке тұр. Олар көлеңке ананың көзін ұрлаған адамды іздеп жүр. Көлеңке оларға атады. Гинжироға оқ дейді. Хизару жасырын оға асығады, бірақ оның да ішіне оқ тиеді. Көлеңкелер мен Токико Симпей мен Соды ұяларына апарады. Ұяда барлық көлеңкелердің анасы Хайне тұр. Ол жаралы. Симпей Усионы өлтірген сол екенін біледі. Көлеңкелер адам денесімен қоректенеді. Олар екі табыт әкеледі. Біреуінде бір мужик, екіншісінде Усио. Со Токикоға көлеңкелердің айтқандарын істеп жүргеніне діккеңдейді. Токико науқас анасы өлейін деп жатқан, және ол көлеңкелермен олар анасының көшірмесін жасайды деп келіскен айтады. Хайне табыттағы мужикті жеп, енді Усионың мәйітін жегісі келеді. Симпей көлеңкелерге атады. Усионың көлеңкесі құбыжықтарын сазайын тартқызады. Симпей Хайнені атайын деп жатыр. Сонда басқа көлеңке құбыжық пайда болады. Ол Мионы кепілге алып алған. Туннельде Тетсу жаралы Хизаруды табады. Хайне Симпейдің көзін жұлып алады. Бірақ ол қайтып оралады. Көлеңке құбыжық Мионың басын мұжып, Симпейді ұстап алады. Хизару мен Тетсу жүгіріп келеді. Бірақ көлеңкелер оларды өлтіріп тастайды. Симпей күнді қайта бастау үшін уышеді. Хайне айғайлап жатыр. Симпей Усионың көлеңкесінің қолын алады. Ол қайтадан 22 шілденің басына ауысады. Бірақ бұл жолы онымен бірге Усионың көлеңкесі. Симпей Хизаруға болған жайды айтып береді. Олар Шиоридің көлеңкесін табу үшін тағы да бірге жұмыс істеуге келіседі. Со әкесімен сөйлеседі. Содан кейін әкесі телефонмен көлеңкелер туралы біреумен сөйлеседі. Топ Шиоридің ата-анасының үйіне аттанады. Өткендегідей Хизару Шиоридің анасының көлеңкесін өлтіреді. Усио заттарды күндер арасында жылжыта алады және шеге ататын пистолеттер жасайды. Осы кезде терезеден Хизару ұшып кетеді. Оның артынан дәу төрт қолды көлеңке секіреді. Шиоридің денесіндегі Хайне Симпейге оны ұзақ уақыт бойы аңдып жүрген және ол да күндерді кері айналдыра алатынын айтады. Көлеңке Гинжироны өлтіреді. Усио Симпейді қолынан алып уақыт петлясына секіреді. Процесте олар жаудың да күндерді кері айналдыра алатынын түсінеді. Симпей алыс өткен уақытқа ауысады. Хизару мен оның ағасы Рёноске әлі бала. Олар Усио мен Мионың ата-анасының кафесінде отыр. Хизару өзінің жаңа құрбысы бар екенін айтады. Кейінірек олар онымен кездесуге барады. Бұл Хайне екен. Хизару мен Хайне қараусыз қалған емханада бірге ойнайды. Хайне Шиденің басқа адамдармен сөйлесуіне тыйым салатынын айтады. Әлі онша кәрі емес Гинжиро Хизаруға адам жоқ жақта ойнамауды ескертеді. Рёноско мен оның құрбысы Асако Хизаруды іздейді.
Кейінірек Хайне Реносуканы өлтіріп, оның кейпіне енеді. Генжироға оның егіз көлеңкесі шабуыл жасайды. Оған Хизару көмектеседі. Ол Генжироның көлеңкесін өлтіріп, кейін аралдан кетуді шешеді. Жағада Хайне тұр. Тағы да 22 шілде. Симпей Хизаруға Шиоридің ата-анасының үйіне бармауды ескертеді. Сол мезетте Шиори мен көлеңке отбасы кешкі ас ішіп отыр. Олар алдымен Симпейді өлтіру керек деп шешеді. Кейінірек Хизару кейде оның денесін марқұм Реносуке басқаратын сияқты екенін түсіндіреді. Көлеңке Усио өзінің естеліктерін Тецуға береді. Ал Симпей көлеңкемен күресу үшін барлық таныстарын жинайды. Осы кезде Мионың көлеңкесі Генжироны өлтіреді. Симпей артқы уақытқа ауысады. Оны снайпер атып тастаған екен. Симпей қайтадан топ жинап, оларға чопа-чом екенін түсіндіреді. Усио көлеңкелердің ақпарат алмасуын түсіндіреді. Ал Генжиро олардың қару көшіре алатын байқағанын айтады. Симпей алаңқайда Хайне және басқа көлеңкелермен кездеседі. Оны Мионың көлеңкесі бассалады. Генжиро снайперский винтовкадан көлеңкелерді асықпай атып атыр. Көлеңкелердің басым бөлігі Хайненің бұйрығымен Симпейді қуады. Ал Мионың көлеңкесі Генжироға баратыр. Симпей мен Усио Хизарудың қорғауында жүгіреді. Сол уақытта Мионың көлеңкесі Генжироның атыстарынан жалтаруда. Оның жолында Соу, Тохико және шын Мио шығады. Хизару жарақат алады. Хайненің болашақты көре алатыны анықталады. Хайне үлкен көлеңкені кішкентайларымен байланыстырып, өрмекшіге ұқсас дәу көлеңке жасайды. Шын Мио Тохикоға жетуге тырысады. Мектеп спорт залында Симпей өрмекшінің көлеңкесіне от қояды. Хайне оған қарай жүгіруде. Усионың көлеңкесі оның қолынан ұстайды. Үлкен көлеңке оны ұстап алып, отқа сүйрейді. Хайне отты толқымен сөндіреді де, жараланған ол Шидемен бірге қашады. Хизару телефонына хабарлама жазады. Усио және басқалары Мионың көлеңкесін ұстап алды. Симпей одан жауап алады. Хайне үңгірде Мионың көлеңкесін жасады. Мионың көлеңкесі көшірме оригиналды бір апта ішінде өлтіру керек, әйтпесе өзі өлетінін түсіндіреді. Достар Мионың көлеңкесін өз жағына тартуға тырысады. Топ емханаға аттанады. Сонда олар Соудың ата-анасын табады. Анасы әкесін қылқындырып жатыр. Әкені Усио мен Тохико құтқарады. Ол да көлеңке екен. Ол Усионың көлеңкесін өлтірмек болады. Оны Мионың көлеңкесі құтқарады. Топ Соудың әкесінің көлеңкесінен жауап алады. Олар Хайнені тоқтатуды жоспарлап отыр. Соудың ата-анасының көлеңкелері мұхиттың тереңінде олар үшін Хайне сплиттеріне кірпіштен үй салып беретін айтып сөйлесуде. Олар егер Хайне өлсе, онымен бірге барлық басқа көлеңкелер өлетінін біледі. Емханада адамдардың мәйіттері, оның ішінде Симпейдің ата-анасы Хайнеға берілгені туралы құжаттар сақталған. Солай достар, өте шәтелесіп кеткен аниме шынымды айтсам. Жалғасын жасаймыз ба? Я жоқ, комментарийде айтыңдар.